ешкімнен ештеңе сұрама. Ешкімнен ештеңе сұрама. Біз көп адамдардан сұраймыз. Осылай істесем қалай болады? Осылай істегенім дұрыс па, бұрыс па деп ше. Негізі өмірде дұрыс деген нәрсе жоқ екен. Әрбір сұрақты біз өз ішімізден жауап табады екен. Сіз біреуден бір нәрсе сұрағыңыз келіп тұр да, мысалы мен мына жұмыс істеймін ба, ана жұмыс істеймін ба, екі жұмыстың қайсысын істейін деп сұрағыңыз келіп тұрса, сұрайсыз ғой. Бірақ ол қалай жауап беруі мүмкін? Ол өз деңгейінде жауап беруі мүмкін да. Өзінің ішкі күйімен, өзінің ішкі халімен жауап беруі мүмкін да. Сол кезде сіз өзіңізге былай сұрақ қойыңыз. Ал егер маған солай біреу сұраса, менен сұрап келсе, мен не деп жауап беретін едім? Сіздің өзіңіздің нағыз шешіміңіз болады екен. Себепті де ешкімнен сұрап, ешкімнің жаңағы осыдан сұрап, осыдан білейінші, осы маған турасын айтады, осы маған дұрысын көрсетеді демей, өздеріңіздің іштеріңізді тыңдап, өздеріңізден ғана сұраңыздар. Сонда сіздерге нақты жауабы келеді. Мына жолмен жүргің келе ма, ана жолмен жүргің келе ма, әлде мына жұмыс істегің келе ма, ана жұмыс істегің келе ма? Ішкі даусың айтады ғой, ол сенің нағыз жауабың. Өзгеден сұраудың қажеті жоқ екен.